Жеке өз басым қаймақ қосылған бүлдіргенді жақсы көремін. Алайда неге екені белгісіз, балық құрттарды жақсы көреді. Сондықтан да балыққа бара жатқанда өзімнің жақсы көретінді емес, балықтың жақсы көретінін ойлап барамын. Өзімізді бақытсыз деп сезінуіміздің себебі басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда. Уәдені орындамау сенімсіздік тудырады. Біздің басты мақсатымыз тым алысқа көз салу емес, өзіміз көре алған жерге дейінгі қамымызды ойлай білу. Адам өз-өзін жөндеуге кіріскен кезде адам деген атқа лайық болады. Жемісі бар ағашқа ғана тас атады. Әр адам күніне тым болмағанда 5 минут ақмақ болады. Ақылды адам атанудың жолы сол лимитті азайту. Бүгін істеген жұмысты ертеңге қалдырма. Басқаны сынамас бұрын өз кемшіліктеріңіз туралы айтыңыз. Есіңізде болсын, сұхбаттасыңыз толығымен әділ болмауы мүмкін, бірақ ол бұлай ойламайды. Оны сөге көрмеңіз. Бұл тек ақмақтың тірлігі. Оны түсінуге тырысыңыз. Тек ақылды, кешірімді, сирек кездесетін адамдар ғана осылай істейді. Көтермелеуді жиі пайдаланыңыз. Адамдағы түзегіңізді келетін кемшілік оңай жөнделетін сияқты көрінсін, ал оны үйіріп әкететін ісіңіз жеңіл орындалсын. Таласта ең жақсы нәтиже жетудің жалғыз тәсілі айтыс-тартыстан жалтару. Басқаның пікірін құрметтеңіз. Өзіңіз кездескен адамдардың 4-тен 3-і көңіліне ортақтасқаныңызды қалайды. Оны білдіріңіз, сонда сізді түсінетін болады. Адамдарға ықпал етудің құпиясы сөйлей білуде емес, жақсы тыңдаушы бола білуде. Досыңыздың кім екенін айтсаңыз, сіздің кім екеніңізді айтып беремін. Өмірде махаббатқа бөленудің бір ғана жолы бар. Оны ешкімнен талап етпей, махаббатты айналаға өзің төгу. Кез келген адамды ұрып жығу оңай, бірақ рухы мықты адамды есеңгірету мүмкін емес. Бақыт тапқыңыз келсе, өзгелердің сізді мойындауы туралы ойламаңыз. Қуанышты өз ішіңізден табуға тырысыңыз. Өз-өзіңізбен бақытты болыңыз. Адамдарға ықпал етудің құпиясы сөйлей білуде емес, жақсы тыңдаушы бола білуде. Кішкентай жалғыз адамды сындыру өте оңай, ал оның жаны Құдайдан қуат алса, ол жеңілмейтін болады. Адамдарды тәкаппарлық пен өзімшілдік билейді, ал бос сөзбен немқұрайлық жетелейді. Дүниеде дауды жеңудің бір ғана жолы бар, ол даудан аулақ болу. Жаулардан кек алу ақмақ кәсіп, олардан гөрі өзіңе көбірек зиян келеді. Даңқ шыңына көтерілгендердің барлығы да өздерінің қиын жолын көруді ұнатады. Жағымпаздық адамға өзі туралы не ойлайтынын дәл айту. Бақыт сыртқы жағдайларға байланысты емес, ішкі жағдайларға байланысты. Ойымызды өзгерту арқылы біз өмірімізді өзгерте аламыз. Егер тағдыр бізге лимон берсе, одан лимонад жасап көріңіз.